Темір арқан болғанда темір кебіс, темір белбек, темір тон бәрі тегіз, шыт-сы бәрі де отпен толар, өзіңді құтқар сонан қызыл бір іс. Кедей болар кері кеткен ұйқысы мол, сайрап келіп тұрады үш қара жол. Кедейліктің бір үлкен жерік асы, жаман қатыным бар үйден үзбейді қол. Дүниедегі ең асыл тіл араб тілі, одан кейін түрік тілі. Түрік тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Сол ата-бабаның тілі болған қазақ тілін осы күнгі қазақтың жалғызы білмейді. Егер қазақ тілін білсе, дін де осында, ғылым мен білім де осында. Солай болғаны үшін бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың бәрі жақсы болып, әулие болып өсті. Кедейлік үш ағайынды болады. Үлкені кежірлік, ортаншысы еріншек, кенжесі ұйқы. Шын жақсының бойында болмас кегі. Не нәрсе талаптансаң табылады. Асқынды болып жара жауырларың, тіпті жоқ жазуы істі ауырларым. Бірлік қыл басыңды қос пайдаңды ойла, қазағым, қайран халқым, бауырларым. Шын жақсы ішкі өнерін жасырмаса, халқынан бойын биік асырмаса, бәріне мұсылманың бауыр болып, аулаққа бойын тартып қашырмаса. Не нәрсе парыз болса, ғылым парыз, ғылым білсең өтелер қанша қарыз. Ғылым жеміс екен, оның өсетұғын ағашы әдеп екен. Жақсы әйел жаман еркектің басын хан қылады, жаман әйел жақсы еркектің басын дан қылады. Дүние бір бұлаңдаған қызыл түлкі. Қызды асырай алмағаннан күн етеді, ұлды асырай алмағаннан құл етеді. Жақсы әке 40 жыл азық. Әділ бидің елін дау араламайды, әділ патшаның елін жау араламайды. Бар ағайын пәтуада болмас, жоқ ағайын сатуда болмас. Жаман атқа жал бітсе, жалына торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе, жанына қоңсы қондырмас.